Boş жігіттер өтіңдер мына жаққа. Жұмат мына жаққа өтіңдер ей. Неге түсіңдер анда? Жекпе-жек басталды. Әбу мен Тимош ынтымақ мені. Қарқаралы. Ортада жекпе-жек. Бәйтерек командасынан бір ойыншы айып алаңына шығарылды. Алаңға 4 ойыншы кіріп кеткендіктен ереже бұзылды деп айып алаңына шығарылды. Ортада жекпе-жек. Бейсенбек Әбіл және оған қарсы Төлеухан Темірлан Шабандоз. Міне Темірлан мен Әбілдің арасындағы жекпе-жек. Темірлан Шабандоз міне Серкені жерден көтеріп, сол жақ тақымына басты. Міне Қарағайлы құрамасының шабуылы сәтті болар ма екен, есеп сандарын ашар ма екен, міне апарып тастады. 6-шы нөмірдегі Қарағайлы құрамасының ойыншысы Төлеухан Темірлан Шабандоз есеп сандарын ашып 1-0-ге жеткізді. Айып алаңдағы ойыншыға ойынға қатысуға рұқсат. Бірінші кезеңнің 2 минут артта қалды. Есеп әзірге 1-0. Қарағайлы құрамасының еншісінде бір салым бар. Серке міне әлде болса жерде кіші шеңберді Серкеге ұмтылып жатқан, көтерудің әрекетін жасап жатқан міне қос команда ойыншыларды көріп отырмыз. Бірі еңкейсе, бірі қағып соққылап. Атқа мініп алыңыздар жігіттер, аттарыңызға мініп алыңыздар. Салым. Бірінші таймның 4-ші минутында салым салып есепті еселеген Қарағайлы құрамасының ойыншысы Еламан Арнұр Шабандоз. Қадірменді көрермен, есеп 2-0. Кездесудің бірінші кезеңі, яғни бірінші тайм Қарағайлы құрамасы әзірге алда.
Міне Төлеухан Темірлан шабандоз көтерді Серкені. Қарағайлы құрамасының ойыншысы Серке ойын алаң сыртына шығып кетті. Ойындармен қарай жекпе-жек түрде жалғасатын болады. Есеп әзірге 2-0 Қарағайлы құрамасы әзірге алда. Кездесудің бірінші кезеңі, яғни бірінші тайм 5 минут 30 секунд артта қалды. Бейсенбек Әбіл шабандоздың мерей үстен болып, мына Серкені жерден бірінші болып көтерді. Үшінші нөмірдегі Бәйтерек командасының ойыншысы міне жата тартып, Серкені тартып, міне қараңыздар, тақымнан суыруға әрекет жасап жатқан Төлеухан Темірлан шабандозды да көріп отырмыз. Серке міне Төлеухан Темірлан шабандоздың тақымында. Серке ойын алаң сыртына шығып кетті. Әрмен қарай жекпе-жек болып жалғасатын болады. 6 минут 40 секунд артта қалды бірінші таймның. Міне ортада жекпе-жек Еламан Арнұр Қарағайлы құрамасынан және оған қарсы Бейсенбек Әбіл шабандоз. Кездесудің бірінші кезеңі, қадірлі көрермен, 7 минут 30 секунд артта қалды. Есеп әзірге 2-0 Қарағайлы құрамасы әзірге алда. Міне Арнұр шабандоздың мерей үстен болып Серкеге бірінші болып еңкеген болатын, бірақ Серке міне шеңбер сыртына шықты, барлық ойыншыға араласуға рұқсат. Серке міне ат тұяғының астында, әлде болса жерде еңкейіп әрекет жасау керек, көтеру керек Серкені. Ерғанат Молдабек шабандоз еңкейіп әрекет жасап көрген болатын. Міне қадірлі ағайын, жақсы бір ойынның, тартысты бір ойынның куәсі болып отырмыз. Қос команда шабандоздарын алғыс айтамыз. Жақсы ойын сыйлағандар үшін міне патша көңіл көрерменге ойынның көркін қыздырып, тартысты ойын көрсетіп жатқан үшін қос команда сапында да қадірлі көрермен, тәжірибелі, жақсы мықты ойыншылар бар деп айтуға болады. Осы облысымызға есімдер белгілі, облыстың намысын қорғап, республикалық деңгейде республикаға барып үлкен жода, үлкен жарыстарды көріп жүрген шабандоздар бар. Міне сен тұр мен атайын дейтін сақадай сайланып, сайдың тасындай болып сайланып жасақталған қос команда ойыншылары Еламан Арнұр шабандоздың тақымында Серке Қарағайлы құрамасының ойыншысы. Міне қазандыққа беттеп бара жатқанын көріп тұрсыздар. Қазандыққа келіп тоқтады. Қос қолдап тастап салым салар ма екен, міне айтып ау жиғанша болған жоқ. Есеп сандары еселенді. Бірінші таймның 9 минут 40 секундында салым салып есепті еселеген Еламан Арнұр шабандоз есепті 3-0-ге жеткізді. Қарағайлы құрамасының міне 7-ші нөмірдегі ойыншысы. Есеп 3-0.
Бағылан досының атынан Арнұр Шабандозға 5000 теңге салымдар келіп түсіп жатыр. Төреші уақыт. Бірінші тайым аяқталды. Ат суытып алыңыздар, ат демалтып алыңыздар. 7 минут үзіліс. Үзілістен кейін ойынды жалғастыратын боламыз. Мына серкені Төлеухан Темірлан Шабандоз көтерді. 8-ші нөмірде Қарағайлы құрамасының ойыншысы Төлеухан Темірлан Шабандоз міне сол жақта ақымына басып қазандыққа беттеп бара жатқанын көріп тұрсыздар. Серік Сүйінді капитан команда міне бірінші нөмірдегі Қарағайлы құрамасының ойыншысы Сүйіндік Шабандоздың тақымына тиді Серке. Есеп сандарын еселеп, салым салар ма екен, қалай болар екен? Серке әлде болса Серік Сүйіндік Шабандоздың тақымында бұл кездесудің екінші кезеңі. Бірінші кезең, яғни бірінші тайым 3-0 есебімен аяқталған болатын. Ай бөлек, жеке дара кел. Салым есеп сандары еселенді. Екінші кезеңнің, яғни екінші тайымның екінші минутында салым салып есепті еселеген 4-0-ге жеткізген Қарағайлы құрамасының бірінші нөмірдегі ойыншысы Серік Сүйіндік Шабандоз. Екінші кезеңнің 3 минуты артта қалды. Есеп әзірге 4-0. Серке ойын алаң сыртына шығып кетті. Ойындармен қарай жекпе-жек түрде жалғасатын болады. Ортада жекпе-жек Төлеухан Темірлан Қарағайлы құрамасының мына 8-ші нөмірдегі ойыншысы және оған қарсы Бейсенбек Әбіл Шабандоз. Есеп әзірге 4-0. Екінші тайымның 4 минут 25 секунд артта қалды. Серке әлде болса жерде.
Әбіл Шабандоз көтерді. Серкені міне сол жақ тақымына басқан болатын, бірақ Серке міне сырғанап алаң ішінде қалды. Ойын жалғасып жатыр. Серке міне әлде болса жерде. Ay attı kalsın Dimoz, attı kalsın. 5-ші минут 23-ші секундтар жүріп жатыр уақыттың. Серке міне Төлеухан Темірлан Шабандоздың тақымында қазандыққа келген сәті. Есеп сандарын еселеп шабуыл сәтті болар ма екен, қалай қылар екен? Серке міне Темірлан Шабандоздың тақымында. Командаласы міне Досжан Шабандозға ауысты. Әбиев Досжан Шабандоз міне қазандыққа әкеліп тастады. Салым. Есеп еселеніп міне есепті 5-0-ге жеткізген Қарағайлы құрамасының ойыншысы Әбиев Досжан Шабандоз болатын қадірменді көрермен. Asmaz, asmaz. İlke ver, ay böyle. Кездесудің екінші кезеңі Серкеліде болса міне кіші шеңберде Көтер, attı mı? 6-ші минут 48-ші секунды жүріп жатыр. Ойынның жігіттер ортада төреші бар, жігіттер ортада төреші бар. Жігіттер ортада төреші бар. Size sağan yok. Еламан Арнұр Шабандоз міне Серкені жерден көтерді. Оң жақ тақымына басып міне кезекті шабуылы Қарағайлы құрамасының. Салым. Есеп сандары еселеніп міне 6-0-ге жеткізген Қарағайлы құрамасының ойыншысы Еламан Арнұр Шабандоз. Айбар кір. Екінші таймның мына қадірменді көрермен 8-ші минут 16-ші секунды жүріп жатыр. Кездесудің аяқталуына 2 минуттан аз уақыт қалды. Есеп әзірге 6-0. Серкен әкелеміз жігіттер. Кездесудің аяқталуына санаулы секундтар қалды. 9-ші минут 12-ші секундтар өтіп жатыр. Есеп әзірге 6-0. Оспанов Ерлан Шабандоз көтерді Серкені. Серке ойын алаң сыртына шығып кетті. Жаяу адамдар абайлап тұрыңыздар деп сіздерге ескерттік. Жаяу адамдар аттың екпіні қатты, кішкене артқа қарай шегініп тұрыңыздар. Тәртіп сақшылар жігіттер қараңыздаршы, үлкен кісі соғып отыр ғой, жаңа айтылды ғой.
Алаңнан кішкене артқа қарай шегіндіріп тұрыңыздар. 5, 4, 3, 2, 1. Төреші уақыт кездесу аяқталды. Қарағайлы құрамасы келесі айналымға жолдама алды. 6-дан есебімен осы кездесу аяқталды. Қос командаға алғыс білдіреміз. Әдемі жақсы ойын көрсеткендер үшін келесі алаңға шақырылатын командалар Қарағанды қаласы СМК құрамасы және де Қарқаралы құрамасы.